20 жасында Ыбырай қазақтың баласын оқытуға кіріскенде айтқан екен. Мен қазақтың балдарын оқытуға кіріскенде аш қасқырдың қойға шапқандай кірістім деген сөз бар. 20 жасында. Ал енді соның шәкірттері кімдер екен білесіздер ме? Әшейін бір кішкентай мектеп, центральный отопление жоқ, біздікіндей свет, компьютер жоқ. Сол мектепте оқып шыққан балдардың кім екенін білесіздер ме? Алихан, Міржақып, Мағжан, Ахмет, танисыздар ма осы жігіттерді? Bir мұғалімнің жасаған еңбегімен бүкіл Қазақстанның территориясын белгілейміз, шекарасын. Тәуелсіздік құрамыз деп шыққан Алихандар оқыған соның қолында. Бар ма қазір Алихандар, Ыбырайлар бар ма қазір? Мектебіміздің нашар болғатымен неғып шықпай жатыр Ыбырай мен Абайлар. Сөйтсек, қазір Ыбырай мен Абайлардың шықпай жатқанына кім кінәлі екен? Кім кінәлі? Рахат, айту біреу жібересін айтты ана кім деп. Кімді айтасызақ бұлар? Ана. Мен де бірінші мен мұғалімдерден көрдім. Мен зерттеп атым осыны. Мен де мұғалімден көрдім. Сөйтсем мұғалімден емес екен кінә. Атана екен. Атана баласын мұғалімдік оқуға жіберіп атқан кезде не деп айтады? Алда қандай мақсат қойып береді? Балам, ана мұғалімді оқып ал, ауылда тұрғанда өлмейсің аштан. Әйтеуір бір бәле күнін көріп кетесің. Сол мұғалімді оқып ал деп береді екен ғой байғұсты. Анау сосын күн көру үшін оқиды екен ғой. Сосын жұмыс істеп атқанда жұмыстан шығып кетпейтін әйтеуір жолдар іздеп жүреді екен да ол. Ал Ыбырай сияқты алдына мақсат қойып бергенде ғой ата-анасы. Балам, сен мұғалімдік оқуды таңдап тұрсың. Елдің, халықтың баласы 11 жыл білім алу аманатын кім мойнына арқалайын деп тұр? Мұғалім мойнына арқалайын деп тұр. Сен мұғалімсің болашақ. Елдің баласының білімін, енді жұрттың мектеп бітірген, 11 класс бітірген баласы дұрыс оқымай шықса, қайтадан 11 мектепке бересіздер ме? Қайтадан бересіздер ме? Соны қайтадан берілмеу үшін, уақыты дұрыс болу үшін ана аманатқа қиянат қылмай, сен оқытқан кезде ертең елге қызмет қылатын балдар шығаруың керексің ғой сен. Деп барып, ана оқуға түсірген кезде қазір Ыбырайдың қаншауы, Абайдың қаншауы өмір сүріп жататын еді.